в детстве в вашем возрасте 100 тысяч раз набивал. Вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плечами играл, головой держал вот так. Ну, сейчас я уже не умею, потому что я же не молодой человек. Мне уже 150 лет уже. Вот. Дальше. 150. Просто я живучий. Төрткүл дүниенің жанкүйерлерін өзіне тәнті еткен аяқ-доп өнерінде қандай құдірет, қандай сиқыр бар. Жан жүрегіңді жаулап, ой санаңды жарлап тастайтын бұл тамаша ойын, керемет өнер. Тардай болып келген шәкірттерін таудай қып шығару жолында әлемнің түкпір-түкпірінде жанын сала тер төгіп жүрген жаттықтырушылар қаншама. Олардың еңбегі ұшан теңіз. Білек пен жүрек спорттық бағдарламасының бүгінгі басты кейіпкері, жоғары санаттағы бапкер, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген жаттықтырушы марқұм Бауыржан Жолдасұлы Сәрсекенов те өз кәсібіне шын берілген, қазақ футбол мектебін өрге сүйреген білікті ұстаздар санатынан еді. Бауыржан енді 70 жылдан бері білемін. Осындай футболда, жаспыз онда футбол ойнаймыз, сонда таныстым Бауыржан. Футболға берілген адам еді. Институтта оқып жүргенде де оның тек ойы футбол еді мана. Фанат дейсіз ба? Фанат. Футбол дейсіз. Ол дейтін бәріне де переживать етіледі. Қайратқа да, юношеский футбол, балдарыға да, бәріне жүрегі ауырады футболға. Амал не? 2017 жылдың шілде айында көрші Қытай елінде сұмажал арамыздан беймезгіл алып кеткен ардақты азамат туралы өткен шақты айтуға мәжбүр болып отырмыз. Менің аты-жөнім Бауыржан Сәрсекенов. Өзім мен Қазақстанда Атырау облысында туғанмын. Жасым 60-та. Футболда 10 жастан бастап ойнап жүрдім. 17-18 жасымда шебер командаға түсіп, көп жылдары шебер команда ойнадым. Әр командада. Ол Атырауда, Маңғыстауда, жақта Целиноград жақта ойнадым. Сосын Алматыда Скип деген команда ойнап. Сосын 25 жасымда бапкер болып жайлап жасадым. 1-2 жыл жасағаннан кейін маған қатты ұнады. Сосын мен көп оның алдында футбол ойнап жүргенде мектеп футбол даярлатын институтын бітіріп, дене шынықтыру институтын бітіріп, сол 25 жасымда бапкер болып жасап, көптеген нәрсені білмейді едім. Сол бара-бара үйреніп, көптеген жақсы бір бапкерлердің қасында жүріп, солардан көптеген сырласып, көп пікірлерімізді айтып үйреніп, сол футболдың көптеген ғылым жұмысын жасап, соның методикасын үйреніп, сосын бара-бара 25-30-ға шейін сол 5-6 жыл балалармен жасап, шебер командасына кеттім. Шебер командасында жасап, 5 жылдай қайтып оралдым жасөспірім командасына. Сөйтіп айтыр мен шебер командасында 10 жыл жұмыс жасадым. Сол жоғары топта, төменгі топтардың Қазақстанның шебер командаларында жұмыс жасадым. Мұнайшы дейтін команда Ақтаудағы. Бұл Бауыржан Сәрсекеновтың 2014 жылдың күзінде Қытайдың Қазақ Іле автономиялық облысына кеңесші жаттықтырушы ретінде алғаш бір айлық арнайы сапармен барғандағы берген шағын сұхбаты болатын. Көрші елдегі қандастарымыздың ыстық ықыласы мен зор қошеметіне бөлінген Бауыржан бапкер ондағы мамандарға техника, тактика, стратегия тұрғысында арнайы семинарлар, шеберлік сыныптарын өткізіп, қара домалақтарымызға аяқ-доп өнерінің қыр-сырын үйретуге білек сыбана кіріскен. Ойын барысында теория мен практиканы ұтымды үйлестіру бағытында жасаған сызбалары ондағы футбол функционерлерінің үлкен қызығушылығын туғызған еді. Экономикасы қарыштап дамып жатқан аспанасты елі футболды үлкен саяси әлеуметтік мәні бар спорт түрі ретінде таниды. Во-первых, он в Казахстане, уже в республике, здесь все организовал, все наладил, все колесо закрутил. А Китай его пригласил, чтобы действительно наладить немножко развитие детско-юношеского футбола и федерацию именно вот в этом Синьцзянском районе.
И он поехал помогать. Приезжали оттуда руководители, тренера. Они были довольны его работой. Он внес хорошую лепту в развитие именно и в китайском футболе. Бұл өмірде бір адалды адам болған, өзі еңбекқор адам болған, өзі алдына қойған мақсаттарға күні түні өзінің денсаулығын аямай, өзінің уақытын қарамай жұмыс істеген адам. Әсіресе өзінің істеп жүрген, өзінің таңдаған жолды жақсы көрген. Футбол дегенде ол екеуміз әңгімелесіп отырғанда талай нәрсе қалжыңдасып отырушы еді. Сонда ол айтқан, Қанат, бұл футбол негізі спорт емес, саясат ол дейді. Қалай саясат? Бүткіл әлем саясатқа байланысты қой, футбол да соған бүткіл әлем байланысты деп. Бұл дүниеде футбол ойнамайтын ел жоқ деп айтқан ғой, солай деп жүрген. Сондықтан оның мәртебесін көтеру мақсатында Азия, Оңтүстік Америка, Африка, Еуропаның аяқтау өнері жақсы дамыған мемлекеттерінен білікті, тәжірибесі бай мамандар шақыртуда мықтап қолға алған. Сол таңдаулылардың арасында Бауыржан Сарсекеновтың болуы да жайдан жай емес еді. Бауыржан өзінің жүрегін, өзінің жаңағы басын, семьясын ұмытып, осы футболды жақсы көреді тұғын. Қай жерде қандай жарыс болса, осы біз Бауыржанды көреміз. Одан бір жақсы жері Бауыржанның осы Қазақстан футболының статистика жаңағы жоспарларын жүргізіп отырады. Кім қанша ойын ойнайды, кім қанша гол жіберді. Өзі бір өзі бір өмірдегі бір жақсылығы. Енді әркім әртүрлі не береді ғой, енді мінез береді. Мінекей жаңағы осында жаңағы салаға Бауыржанның жаңағы футболға деген ниеті өте бір күшті болды. Расында қытайлықтар Бауыржан Жолдасұлын өздеріне шақырмас бұрын оның жаттықтырушылық білігін, тәжірибесін, жаңашылдығын әбден зерттеп зерделеген анық. Осы тұста 2 миллиардқа жуық халқы бар алып Қытай аттай қалап алдыртқан бесаспап маманды өз елімізде дұрыс бағалай алдық па деген заңды сауал туындайды. Аяғы былайша айтқанда қара Мерседес. Аяқпен жүреді, қай жерде болса сол асық кешікпейді ғой. Уақытылы келеді, ертелі келеді. Өзінің бір сумкасы бар, құшақтап жүретін, портфелі бар, ашып қалса бүкіл Қазақстан футболының историясы бар. Міне сондай азамат бүгінгі күні біз аңсаймыз. Бүгінгі күні қазіргі кезде ондай жігіт бізде жоқ. Китай он поднял именно в том районе компактного проживания казахов, как патриот, он поднял футбол за короткий срок на очень высокий уровень. Жаттықтырушылық өтілі 30 жылдан асатын Бауыржан Жолдасұлының қазақ футбол мектебінің өсіп өркендеуіне қосқан үлесі орасан зор. Тимур Сегізбаев, Александр Квочкин, Сейілді Байшақов, Құралбек Ордабаев сынды өзге де атақты саңлақтарымыздың лайықты ізбасарларын дайындау жолында аянбай тер төкті. Әсіресе осы тұста оның балалар мен жасөспірімдер футболын көтерудегі жанкешті еңбегін бағалауға тиіспіз. Знал как детского тренера, он обычно как-то докладывал о своих успехах, когда мы с ним встречались. Но мы так были не очень близко знакомы. И, в общем-то, я всегда относился к нему с уважением. Особенно мне нравилось, когда он отстаивал очень принципиально свою точку зрения, свое видение футбола, и это часто было вопреки. Бауыржан Қазақстан футбол федерациясында жасады. Одан кейін онда да жас футболшыларға деген көңілі, ойыны, тренировочный процесс дейді. Соның бәрін өзі ойландырып, интернеттен қарап, сол балдарға өте көп көмек беріп отыр. Қазіргі кезде Бауыржанның түлектері, ойыншылары қазір Қазақстан чемпионатында ойнап жүр. Өдегенде жас футболшылар бар, оларды келешегі бар деп біз ойлап отырмыз. Ал енді Бауыржанға жаңағы айтып өттік қойды. Семьясынан да кейде футбол жақсы көреді деген себебі бұл Бауыржан қай жерде жүрмеді. Шымкентте жұмыс жасады, Ақтауда жасады, Астанада да жасады, қазір Нұр-Сұлтан ғой енді. Алматы қаласында жұмыс жасады. Барлық жерде жұмысы өте бір не дейді, үлгі алатын жемісті болды. Түсінген адамға балалар бапкері болу оңай шаруа емес.
оң солын енді танып келе жатқан бүлдіршіндердің балғын жүрегіне футболға деген сүйіспеншілікті сіңіріп, жеңіске деген ерік жігерді қайрап, биік мақсатқа жетелеу өз ісіне шын берілген маманның ғана қолынан келеді. Я считаю, это не только тренер, в первую очередь он был нам как родитель, потому что он нас воспитывал, он очень много дал нам не только футбольных знаний, но и таких жизненных, бытовых. Многое что дал, можно сказать, был вторым родителем нашим. Бауыржан Жолдасович, да, вот тоже много чего добился, не только то есть, в жизни, в работе последующем, да, то есть он поставил особенно дисциплину, поставил сильную тәртіпті қойды бізге. Сол өте мақтанықты бапкер болды. Он фанатик своего дела, с большой буквы, болел футболом. Даже, знаете, слово «болеть» мало здесь. Он жил футболом. Футбол для него все это было абсолютно. Любил, как сказать, наверное. Он засыпал мыслью футбола и просыпался мыслью футбола. Занимался Бауыржан Жолдасовича. С 10 лет, я помню, пошел к нему заниматься. Вот. Очень хорошую школу получил. Вот, считаю, что это самый, наверное, лучший тренер за всю историю, наверное, Казахстана. Детских тренеров таких я не видел. С 1999 года я тренировался по 2004 год у Сарсекенова Бауыржана Жолдасовича. За все это время он был как отец, полностью подсказывал, учил, что такое футбол, как обращаться с мячом, как относиться к своим коллегам по команде. Өзі өте еңбекқор кісі болатын, жан беріп, жұмысқа атсалысып, өте мықты тренировкалар өткізетін. Сол ең басынан бастап, біздің 2004 жылға дейін мен сол кісінің қолында болдым. Жарыстарға баратынбыз, оқу-жаттығу жиындарына жылына 4-5 рет шығатынбыз. Сол өзі де Қазақстан құрама командасының тренері болды 88 жылдың. Жасөспірімдердің. Қазір ойнап жүрген Юра Логвиненко, Жамбыл Көкеев, Марк Гурман Қайсарда, Марат Шахметов Шахтер Караганда. Сол жігіттер қазір әлі ойнап жүр. Өте қуаныштымыз. Я считаю, что Бауыржан Жолдасович очень большой вклад внес в развитие казахстанского футбола. И, повторюсь, это лучший тренер, детский тренер. Вот, потому что он любил свою работу, он очень относился с душой к своей работе. Вот, поэтому я всегда благодарен, всегда помним его. Вот, и, конечно, жаль, что сейчас нет таких тренеров, как Бауыржан Жолдасович. Скажет, действительно, мы все его дети были. Таких людей, не знаю, раз, наверное, 100 лет рождается, если 10-15 человек. Каким тренером был? Тренером он был жестким, принципиальным. Всегда внушал психологию лидерства, чтобы мы выходили всегда. Неважно было это, мы игре играли во дворе, здесь всегда играли на победу. Он был лучше, чем тренер даже. Он был параллельно заменял и отца, и дядю, и старшего брата. Ну и, конечно, для нас, для всех был он как приоритетный, как тренер. Он был требовательным, он был фанат своего дела. Он на самом деле болел этим делом. Он мечтал воспитать, именно создать воспитанников, именно его именем, великих спортсменов. И это в нем чувствовалось в его характере, чувствовалось в его взгляде. И то, как начиналась тренировка, оно автоматом нам передавалось. И мы вот такие заряженные, все как волки бегали по полю, не уставая, не думая о боли в ногах. Мы тренировались и выполняли четко функционал тренера, который он стратегом был хорошим. Если у него что-то получается, он оставлял, а остальных он всех отсеивал, и к нему было очень тяжело попасть, так как у него были требования очень такие, знаете, он всегда от нас требовал максимально от самоотдачи, так как он сам не жалел ни себя и требовал от нас это. Бауыржан Жолдасұлы шәкірттерін тек жасыл алаңда ғана емес,
күнделікті өмірде де өзін жақсы қырынан танытуға, жан-жақта тұлға болуға баулыды. Патриот своего дела, говорил всегда отдыхать, когда мы ему говорили, будем, вот, можно же лучше отдохнем, передохнем, отдыхать на том свете будем. Вот. Крайне всем сердцем любил футбол. Ну, в первую очередь он нам дал дисциплину. Дисциплину дал. Он всегда говорил, дисциплина бьет класс. Характер, вот как, повторюсь, вот Алан говорил, стержень, он, не знаю, фундамент заложил уже в то время. Профессионал, нағыз спортқа берілген адам еді. Онда әрбір процесс, айтады ғой, әрбір микроцикл, мезоцикл расписан. Жолға салды, сол кісі болмаған кезде біз қандай жолмен кететінімізді өзіміз де білмейтін едік. Қазір уақыт сала үлкейген, есейген сайын ғана түсінеді екен адам. Ал ол кезде біз бала шақта оның бәрін түсіне бермейді екен. Просто ниже 3-го места никогда не опускались. То есть он проводил всегда жесткий отбор среди нас, футболистов. Дисциплина была у него на первом месте. Всегда говорил, дисциплина бьет класс. Бауыржан Сарсекенов 1955 жылы 25 мамырда бұрынғы Гурьев, қазіргі Маңғыстау облысының Махамбет ауданында көп балалы отбасында дүниеге келді. Қазіргі таңда үлкен әпкесі, екі ағасы және екі қарындасы мен інісі аман-есен тіршілік кешіп жатыр. Әкесі жолдас ұзақ жылдар бойы Маңғыстау өңірінде мәдениет саласында лауазымды қызметтер атқарса, анасы Жұмабике мектепте бастауыш сыныптарға ұстаздық етті. Қатынасымыз жақсы болды. Бауыржанның әке шешесі өте жақсы адамдар болды. Ақтауда үлкен апасы бар. Ол кісі 75-ке келіп қалған ең үлкен апайы. Сол одан кейін екі ағасы бар, бір інісі бар. Сосын осы Алматыда екі қарындасы бар. Екеуі барлықтары да үйлі, бала шағалар үлкен, өздері уже алды 75-ке келген, одан кейінгі 70-тен асқан, 70-ке тақаған, 60-қа келген, досындағы қарындасы да уже 60-қа келген, 60-қа тақапқан үлкен барлықтар үлкен адамдар. Кішкентайынан футбол десе ішкенасын жерге қоятын бала Бауыржан сабақтан бос кезінде ауладағы өзі қатарлас достарымен қара терге түсіп доп қуатын. Есейе келе ата-анасы бауырларымен бұрынғы Шевченко қазіргі Ақтау қаласына қоныс аударып, 8-ші сыныптан кейін сондағы қалалық кәсіптік техникалық училищеге оқуға түсті. Аталған білім ордасында жүріп, жергілікті Труд футбол командасына шақыру алды. Футболмен оқуды ұтымды үйлестіре білген талантты бозбала училищені ойдағыдай бітіріп, орта білімге қол жеткізді. Бауыржан Жалдасович, мы познакомились, когда еще он футболистом был, и я был футболистом. Он играл за команду Труд Шевченко, Нефтяник, Новоузень. Вот. А я тогда играл в Спартаке Семипалатинск. Вот. Мы познакомились, потом закончили практическую деятельность. В каком году? Не помните? Это было где-то 75-76 год, вот в эти годы примерно так. Жаңаөзеннің Нефтяник клубында өнер көрсетіп жүріп, 1977 жылы Алматыдағы дене шынықтыру институтына футболдан жаттықтырушы, оқытушы мамандығы бойынша оқуға түсті. Институт қабырғасындағы кезеңде Степногорскінің Химик және бұрынғы Шевченко қаласының мұнайшы командаларында өнер көрсетті. Бауыржана Жалдасовича я знаю еще со студенческой скамьи, когда он играл за Институт физической культуры. Потом мы пересекались, когда он играл за Октау в команде мастеров. И больше всего, больше всего, как наши творческие пути с ним пересекались, когда он работал тренером детско-юношеских команд, создавал лигу детско-юношеского футбола Алматы и работал на благо казахстанского футбола именно по развитию детско-юношеского футбола и внес большой вклад. Дипломды қолға алған соң, ойыншы мансабын аяқтап, бір жолы жаттықтырушылыққа бет бұрды. Бапкерлік мансабын Ақтөбедегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде қатардағы қарапайым жаттықтырушыдан бастаған жас маман
көп ұзатпай өзінің Ақтауына оралып, туған өңірінің футболын көтеруге кірісті. Бауыржан інімізді, бауырымызды мен жақсы білемін. Себебі 1990 жылдан бастап Ақтау қаласының Маңғыстау облысының түлектері ғой енді. Мен Бауыржан жақсы біледі, себебі тағы да Бауыржанның өзінің ағасы, одан кейін досы, Келжанов дейтін, Сәрсен дейтін жігіт, екі азамат осы Маңғыстау облысы Ақтау қаласының футболдың жанкүйерлері, футболдың жан ашатын азаматтар еді. Сол кезде класса бұл болды. Біз тәуелсіздікке қарай өзіміз чемпионат өткіздік. Сол кезде Ақтау мұнайшы футбол клубы болды, Каспий болды. Сол футбол клубын өте бір жақсы ниетпен, жақсы бір көңілмен жұмыс істеген азаматтар еді. Ақтаудағы балалар футбол мектебінің мұнайшы командасының аға жаттықтырушысы болды. 1991-93 жылдары Премьер лигада өнер көрсеткен мұнайшы клубын баптады. Ақтауда, Маңғыстауда футболды көтерсем деп, сол үшін қанша жанын салды, бірақ орнынан қозғалта алмай қойды ғой. Сол жаққа барып өзі жұмыста жасап келді. Өзі сол жақтан футболды, сол жақтан бастаған өзінің отаны ғой, Ақтауда өсті. Тәуелсіздіктің сол аумалы төкпелі ауыр жылдары отандық спорт журналистикасының белгілі майталманы Несіп Жүнісбайұлының бастамасымен қазақ жастарынан жасақталған намыс командасында 2 жылдай бас жаттықтырушы қызметін атқарды. Өкінішке қарай, түрлі себептерге байланысты ұлт футболын көтеру мақсатында құрылған намыстың ғұмыры ұзаққа бармады. Аяғда өзім талай футбол ойнаған, мына Аққанат команда, Жамбыл ауданының, соң намыс деген команда. Бір жыл бір Қайратта ойнаған жылдарымыз да бар. Бауыржан ағамыз туралы не дейміз? Өте керемет азаматтың бірі болған. Футболға берілген азамат болған. Намыс команданы Несіп ағамызбен бірге құрып, бірге істеп, бірге жасап, бүкіл Қазақстанның әртүрлі маңайынан жігіттерді жинап, қазақ жігіттерді жинап, Гений Төлегеновпен біз бірге 2 жыл ойнағанымыз есімде. Сонда мына Бәкең Бауыржан ағамыз өте бір жағынан керемет адам еді, екіншіден өте керемет ұстаз еді. Сол ұстаз ретінде талай-талай жас жігіттерді тәрбиелеген, жас жігіттерді шығарған футболға. Мына футбол жағынан үлкен аналитик болған. Футболдың бәрін қалай ойнау керек, қандай ойыншылар бар, не істеу керек, әсіресе балалар футболға көп жасаған адам. 1994-96 жылдары қайтадан мұнайшыда, сосын 2 маусым Атыраудың Ақжайық командасында аға жаттықтырушы болған Бауыржан Сарсекенов 1998 жылы қызмет бабымен Алматыға ауысты. Мұнда ЦСКАның олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне аға жаттықтырушы міндетін атқарды. 2001-2005 жылдары Қайрат футбол клубының 17-19 жас аралығындағы жастарының шеберлігін шыңдады. Бауыржан Жолдасұлы өте тактика бойынша, стратегия бойынша, физическая подготовка бойынша өте күшті бапкер болды. Бізге қатты дисциплина болды. Футбол полда, тренировкада, вне поляда өте дисциплина бірінші орында болды. Орысша дегенде дисциплина бьет класс. Постоянно нам говорил, что вот если дисциплина будет, мы готовы выиграть любую команду. В движении все время занимался у него. Все вместе потом перешли в дубль Кайрата, высшую лигу в Кайрат, благодаря Бауыржан Жолдасовичу. Ну, как называли, как второй папа наш. Білікті маманның Қайрат клубының жас буынымен жемісті жұмыс атқаруы, оның осы аралықта Қазақстанның жасөспірімдер құрамасының аға бапкер қызметінде абыроймен атқаруына басты себеп болды. В первую очередь, я так думаю, передавалась его активность и преданность футболу. Это очень такое важное качество, которое день и ночь, мы говорим, могли там ночью переписываться, созваниваться, и все время у нас только один футбол был, тема разговора, другого у нас практически не было. Я думаю, хорошие черты, которые Бауыржан Жолдасович я подчеркнул, это все-таки вот эта активная работа, патриотичность к своему делу.
Когда мы выиграли в отборочных играх сборную Уэльса, я как тренер посвятил победу Бауыржану Жолдасовичу, памяти своего друга. Он всегда нам внедрял что-то новое. Мы одни из первых наравне с командами мастеров, да, в то время научились играть в линию. То есть он нам прививал эту игру. Вот это он нам привил. То есть мы очень много работали с мячом, очень много работали над физикой также. Вот на этом стадионе это все проходило, все происходило. На этом стадионе, можно сказать, все его воспитанники состоялись как футболисты. Бауыржан Жолдасович вел нас на протяжении многих лет, являлся тренером сборной Казахстана, юношеской, Ю-17, Ю-19. Команда была основана на нашем клубе, на базе нашего клуба. Наша команда была 10-12 человек. Были чемпионами Казахстана среди групп подготовки по старшим возрастам. Постоянно собрания, технико-тактические занятия были. Играли, очень часто выезжали на соревнования международные. Ну, все детство, все лето практически в Алмате не находились. Выезжали на различные турниры. Очень часто всегда были победителями, потому что Бауыржан Жолдасович сам дух, менталитет победителя был. Әр жылдары Талдықорғанның Жетісу, Шымкенттің Ордабасы, Каспий, жеңіс клубтарында жаттықтырушы, аға жаттықтырушы міндеттерін атқарған Бауыржан Сарсекенов 2011 жылы Алматы қаласының балалары мен жасөспірімдер футбол лигасының директоры қызметіне кірісті. Мы организовали благодаря Марату Абделдабекову, Береку Конееву, Долгусову Ренату. Они создали детскую лигу «Жаскыран». И когда объединили все детские клубы города Алматы, и Бауыржан Жолдасович, я и Сюткин Валерий Аркадьевич, мы втроем начали проводить соревнования детско-юношеские в городе Алмате. И вот благодаря Бауыржан Жолдасовичу и нам мы все вместе объединились, объединили все клубы, и у наших детей пошел прогресс. Бауыржан Жолдасұлы оңтүстік астанамыздың балалары мен жасөспірімдер футболын жоғары деңгейге көтеру жолында аянбай тер төкті. Түрлі турнирлер ұйымдастырып, талантты өрендердің шеберліктерін шыңдауына үлкен септігін тигізді. Мы с Бауыржаном Жолдасовичем познакомились в 2011 году, когда он пришел с предложением открыть Лигу детско-юношеского футбола города Алматы. Почему? Потому что на тот момент в городе футбол был несистемный. И то, что предлагал Бауыржан Жолдасович, оно возрождало те соревнования, которые были еще в Советском Союзе. Мы с Маратом Мухтаровичем откликнулись, плечо к плечу мы помогали. И надо сказать, что проект Лиги детского и юношеского футбола города Алматы был очень успешным благодаря Бауыржану Жолдасовичу. Конечно, сейчас должна федерация, обязаны просто провести хороший полномасштабный турнир памяти Бауыржана Жолдасовича, потому что человек очень вложил много сил, времени. В целом, мне кажется, в календарном плане должен стоять турнир заслуженного тренера Республики Казахстан Бауыржана Сарсекенова. 2013-2015 жылдар аралығында еліміздің жасөспірімдер, жастар және ұлттық құрама командаларында сарапшы жаттықтырушы ретінде еңбек етті. Сондай-ақ Алматы қаласы балалар мен жасөспірімдер футбол лигасы жанынан құрылған Велвет қазіргі Жасқыран клубында аға жаттықтырушы болып, дарынды шәкірттерімен қысқа мерзім ішінде тамаша жетістіктерге жетті. К сожалению, мы не нашли понимания с Федерацией футбола города. Мы решили переключиться на проект футбольного клуба «Вельвет». И в 2013 году мы организовали очень хорошую боеспособную дружину, которая, конечно, первое время была больно бита, но без поражений не бывает побед. Бауыржан Жолдасович целеустремленный был человек, и за короткий буквально промежуток времени футбольный клуб «Вельвет» стал чемпионом города Алматы, обладателем Кубка города, участвовал во многих международных соревнованиях и занимал призовые места. Бауыржан Жолдасович кішкентай балаларды Алматыдан жинап, жинағанда әртүрлі сбор жасап, бір жылдың ішінде керемет Вельвет деген команданы құрған. Жас балалар бірінші көргенде мына футбол ретінде бұлар қалай ойнайды, бұлардың әлі нелері,
оқыту керек, футбол жағынан бұлардың жағдайлары бір түрлі болған. Қарасам, бір жылдың ішінде мына жігіттер футбол ойнап кетті. Соң екінші жылдың ішінде мына Алматының турнирлердің талай түрлерін бірінші орын алған. Соң 3 жылдан кейін Алматының чемпиондары болып, бүкіл Республика Қазақстанның чемпиондары болды. 2014 жылдан 2016 жылға дейін біз Бауыржан Жолдасұлы екеуміз осы жерде Велвет клубын тренировать еттік. Осы біздің база. Күн сайын 2 жыл бойы осы жылда біз 9 жастағы балаларды қыс бойы, жаз бойы осы жерде балаларды үйреттік. 2016 жылы июнь айында біз 11 жастағы балалар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы атандық. Одан қоса біз Алматы қаласының 3 дүркін чемпионы болдық. Менің ұлым Мұқан, фамилиясы Қажымұқан аты. Балам осы 6 жасынан бағана айттым ғой, Бауыржан Жолдашта осы кісінің қол астында, осы кісінің тәрбиесімен футболды өзі таңлап, өзі жақсы көріп, осы футболмен бастады. Наш сын начал заниматься футболом 8-летним возрасте. С каждым он работал, постоянно беседовал, постоянно учил его. Перед каждым ответственным матчем, перед каждой ответственной игрой он прям каждого мальчика садил и с ним персонально беседовал, его настраивал на игру. Когда мы пришли к Бауыржану Жолдасовичу, у нас сын был пухляк, можно было сказать жирняк. Пухлый. Бауыржан Жолдасович говорит: боже, что это такое, какой же это футболист. Ну пусть походит, пусть потренируется, ну что-нибудь получится с ним. Бауыржан Жолдасович, пожалуйста, посмотрите его. Проходит полгода, и он мне говорит: ты помнишь, каким он был? Я говорю: я помню. Он говорит: я тоже помню. Усердие и труд, и он стал спортсменом. Содан мен Бауыржан Жолдашқа алып келгенде, ол кісі сол үлкен балалармен бірге кіргізіп ойнасын, мен көрейін деп. Содан менің балам ішіне кіріп ойнап жүр, қысты күні ол кезде қардың үстінде ойнап жүр. Содан кейін бір доп тиіп мұрны қанап қалды баламның. Сонда бағанағы балам мұрны қанап қалса, мен ата-ана ретінде жүгіріп шығып полеге кіріп баламды алып кетейін десем, мені кіргізбейді полеге Бауыржан Жолдаш. Мен айтамын, ана балам мұрны қанап жатыр, тиіспей. Балам поледен шық десе, ол шықпайды балам поледен. Содан Бауыржан Жолдаш маған күліп айтады: біз артынан екеуміз қуалап жүрміз ол баланы, артынан поледен шықса, мұрның қанатса, ол шықпайды, мен ойнаймын дейді. Содан Бауыржан Жолдаш: онда тиіспеңіз, мынадан нағыз футболшы шығады деп сол кезде айтқан, сонда біз күлгенбіз. Он был очень строгим, очень справедливым. Наш сын, когда пришел к нему, он вначале ничего почти не умел. Но из всех ребят, которые там были, занимались на тот момент у него, он его оставил, и полгода не выходил он на игру. То есть до слез он просто сидел на скамейке запасных, не выходил. Это было его, как сказать, мотивация такая, чтобы он стремился, чтобы он хотел выйти на поле. Біз Литваға бардық, Кубок Балтики дейді, сол жерде өтті. Литва, Латвия, Польша, Финляндия, тағы сол жердегі Белорусияның командалары қатысты. Ол кезде балалар біздің бәрі кішкентай, 10-11 жастағы, 10-9 жастағы бар, 9-10 жастағы балалар болды. Сол кезде гостиницада бағанағы барлығы қонақ үйде жатқан кезде балалардың біреу ауырып қалды. Сонда бағанағы түнде жүгіріп жүріп, ұйықтамай, мен қонақ үйден шықсам, ол кісі коридорда жүгіріп жүр екен. Бауыржан Жолдаш: не болды сізге, не қылып жүгіріп жүрсен, мына балам ауырып қалды деп, соны балалардың соған дәрі алып келіп, өзімен бірге дәрілер бар екен, Алматыдан алып келген. Сол дәрілерін беріп балаларға, бағанағы температурасын өлшеп, градуснигі де бар, бәрі. Сол кезде мен таң қалдым, ол кісі тренер емес, ол кезде ол доктор болып кетеді, балалар ауырған кезде. Бауыржана Жолдасовича мы знали 4 года. Он тренировал нашего сына. И у него была такая мечта, когда мы только к нему пришли, он сразу сказал: мои дети, именно эти дети, говорят, они попадут в сборную Казахстана, они будут играть в сборной Казахстана обязательно. Нашему сыну сейчас 15 лет, и в прошлом году он был Ю-14, сборная Казахстана. Это и есть, по-моему, то самое главное, что вот именно были слова пророческие Бауыржана Жолдасовича. Қазақстан Республикасының Семей қаласында өткен
чемпионат Казахстана еді. Сода бірінші орын алып, жас қарған командасы. Соңғы балам капитан. Финалда ең шешуші голды салып, өзі капитан команда, соны финалда 1-0 ұтып, ең үздік ойыншы, Казахстанның үздік ойыншы деген сыйлығын алды. Он взял, можно сказать, с улицы ребят, очень сырых. Там кто-то из них занимался футболом, у кого-то была предрасположенность, талант был. Но он именно вот дисциплиной, трудом и вот ежедневными тренировками, ежедневной работой он добился того, что ребята за 2 года выиграли чемпионат Казахстана, стали чемпионами города, кубок Акима забрали. И на сегодняшний день эта команда «Вельвет», она сейчас называется «Жаскаран», а это одна из лучших команд в городе, в своем дивизионе. И вообще они на уровне играют и там с международными, с российскими клубами. Он возил их часто за границу, там в Грузию возил, там в Вильнюс возил, в Турцию возил. Всегда старался какие-то поездки организовать, чтобы ребята именно профессиональный опыт получали, чтобы с сильными соперниками играли. Всегда их старался с более сильным соперником поставить, чтобы у них был стимул развиваться, чтобы они действительно научились чему-то в футболе. Бауыржан жолдас айтатын, жағдайыңыз келсе, қолыңыз болып жатса, осыны шетелге бір жерге апарып ойнатыңыз деп. Содан Турцияға барған кезде, бағанағы Литваға барған кезде турнирларда өрде футбольный агент дейді, бағана жас балалар скаут дейді, скауттар, тренерлар қарап отырады. Солар қарап, менің баламды бағанағы маған шығып, баламнан менің телефонымды алыпты, содан маған жазып, электронный адреске осындай шақырып, бағанағы осындай деп. Содан бағанағы келген футбольный скаут Англиян келген, Англияға шақырды, біз енді сенген жоқпыз, өтірік шығарып қалдайды деп. Содан Англияға барып, Норвич Сити деген команда бар. Сол бірінші шақырған сол команда болған. Соған бардық. Одан 2-3 этап бар екен өтетін. Біз одан өте алмай қаламыз деп қорқып, мен ақыр келгеннен кейін Англияға басқа командаларға барып көрейік деп, өзіміздің бағанағы резюмемізді бағана футбол ретінде қажымқан басқа командаларға бердік. Солардың ішінен Брайтон деген команда, соңын Ноттингем Форест деген команда бар. Бірінші лигада ойнайды Англияның. Содан соларға, содан қажымқан сол 3 команданың үшеуінің де несінен өтті. Бағанағы, содан үшеу қабылдады, сынағынан өтті. Брайтонның условиясы, қастарында өздерінің мектебі мен интернаты бар, сондай академия бар. Соған олар қабылдап, біз өзіміз қараймыз, өзіміз деп соны сол жаққа қабылдап, сол жақта қазір ойнап жатыр. Расында Бауыржан Жолдасұлы қазақ футболынан не алсам деп емес, не берсем деп қажырлы еңбек етті. Он жил не за счет футбола, как сейчас у нас многие используют футбол ради обогащения и своих корыстных целей, а он жил футболом, и умер в чужой стране, также с думами о футболе. Бауыржан Жолдасұлы өз кәсібіне адал маман, әділдікті ақиқатты жан сүйетін тікмінез қарапайымда мәрт азамат болды. Осы жолдан ол ешқашан айныған емес. Он был хорошим и детским тренером, и, в общем-то, таким принципиальным критиком того, что, на его взгляд, было неправильно в казахстанском футболе. И он правильно там говорил, когда о судейских казусах, о том, что да, какие-то есть такие невидимые течения, и он всегда как-то вот выражал очень четко свою позицию, за это ему большое спасибо. То, что он хотел улучшить в казахстанском футболе, они были действительно четкими и меткими. Я думаю, что если бы Федерация футбола прислушалась к советам Бауыржан Жолдасовича, я думаю, что детско-юношеский футбол, как минимум, был бы уже на другом уровне. Ну, он всю жизнь был человек, который как ртуть. Он всегда стремился к чему-то новому, всегда пытался учиться, всегда пытался сделать что-то новое. Вот. Постоянно прививал, учился у тренеров и стал хорошим тренером. Детским тренером, потому что действительно детей тренировать это очень непросто. Детей тренировать это нужно, во-первых, любить детей в первую очередь и знать хорошо свой предмет. Где бы он ни работал, на каком уровне, он всегда это делал честно, порядочно и
патриотично по отношению к футболу. Едәуір кештеу құрды. Теңбіл доптың соңында жүріп, Құдай қосқан қосаға Мәзира жеңгеймен 40-қа таяған шағында ғана танысыпты. Осы Алматыда таныстық. Мен подругам туған күніне жаңағы однокурсницасы келіп, Рая деген қыз болатын, оның туған күніне шақырып, сол жерде Бауыржанды шақырып, сол жаққа танысып, содан таныстығымыз біраз жыл, 1-2 жылдай таныс болып жүрдік та. Енді тағдырдың жазуы шығар. Бас кезінде кішкене ұялыңқырап, сөйтіп қысылып, сөйтіп отырды. Кейін ашылып, жаңағы өзінің өзі қатарлы, өзінің бірге араласып жүрген адамдардың ортасында ол өте сондай душа компания дейді ғой. Жаңа кино келсе, киноны жақсы көретін, өте мына искусствоға әуес адам болатын. Сол уақыттарда жаңа достарымен, барықтарымен бізді театрға шақырады, біз өте жиі театрға баратынымызда. Ол уақытта мен Абай Байсейітовада тұрдым. Лермонтов театрына ол уақытта Москвадан Россияның театрлары келеді ғой, Большой театр, сондай театрлардан келгенде, соған обязательно билет тауып қайтса де, сол театрға шақыратын, сосын Дворец Республики, ол уақытта қазіргі Республика сарайы, сол жерде өте көп концерттер, Россияның, шетелдің концерттері келіп атса, соған билет тауып, күні бұрын біліп, соған шақырады. 93 жылы енді жас емес біз екеумізді. Содан өздерінің жаңа ата-аналары хабарласып, туған туысқандары менен сыртынан таныстырып мені. Содан сол жаққа Ақтауға ата-аналары алып кел, осы жаққа таныстыр келін деп сөйткен ғой. Сосын сол жаққа барып, сол кішігірім аяқ астынан мен онда уже той жасаймыз, сол келін болып түсем деген жоқ. Әйтеуір көріп танысып келейін деп, танысайын енді қандай адам екен, тегі кім екен, туған туысқандары кім екен деп көрейін дегенім ғой. Сол барғанда сол жаңағы өзінің бірге істеп жүрген жаңағы өзінің командасы бар, өзінің нелері бар. Сол жерде аяқ астынан той жасады. Бауыржан бапкер мен Мәрзия жеңгейдің жалғыз қыздары Әсем Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі. Сондай-ақ Ермек Қанат есімді ұлдарды тәрбиелеп өсірді, оқытты, үйлендірді. Біз өзіміздің қолымызда 3 бала өсірдік. 3 баланың үшеуіне де жоғары білім оқуларын бітірді, үшеуінде үйлендірдік, тұрмысқа бердік қызымызды. Енді солардың жаңағы бала-шағаларын өзіміз тәрбиелеп өсіріп кел жатырмыз ғой. Ол енді балаға дегенде өте мейірімді, бала жандығы сұмдық болатын да. Сосын қай қалада жүрсе де, қай елде жүрсе де, сол жерден уақыт тауып, звондап, кімге немене керек барған жерінен үйіп төгіп бәрімізге сыйлық алып келіп, ол жағынан өте не болатын, құпты болады. Ермек 2 жоғары оқу орнын тамамдап, қазіргі уақытта жоғары санаттағы технолог, ал Қанат жоғары білімді заңгер. Екеуі де бала шағалы. Әсем де жеке отбасын құрып, 3 бала тәрбиелеп отыр. Туғаннан қолымызда болған жаңа 2 немересі Аружан мен Әйгерім. Солардың үлкен өскенін, солардың оқу бітіргенін, солардың үлкен адам болғанын көргісі келетінді. Бұлар қарап отыратынды, бұлар қандай әдемі екеуді, қандай қыздар болар екен деп, соларды плаванияға апарып, соны жаңағы жүзуді үйретті, апарып, өзі жетіктеп апарып жүріп кішкентайынан. Содан 2-ші баланың қызы дүниеге келдік,
январда, сол 17 жылдың январында келді. Ол соның өзіміздің қолымызда тұрды. Сонда соны уайымдайтын, ой, мен келгенде 4 ай болады екен бұл. Ана Қытайға кетіп бір жатырды ғой. Соны мен келгенде бұл 4 ай болады, мен уже танымай қалатын шығар деп. Ол да Айша деп қойды атын өзі қойған. Бауыржан Жолдасұлы көзі тірісінде ермектің 2 қызына ұл ілессе деп армандаған екен. Немерелерін жандай жақсы көрген сол арманы өзі дүниеден озған соң ғана орындалып отыр. Жаңағы Аружан мен Әйгерім 2 қыз үлкен баланың қыздары ғой. Ермек. Ермектің, олардың соны айтатында, мына 2 қыз өсіп кетті, енді келінге айтсайшы, тағы да бір бала әкелсін өмірге. Ноқтыстар. Деп сейдейтінді. Осы биыл немерелі болдық. Апрельдің 4-інде туды. Енді ол бір біз халықпыз ғой. Ырымшыл. Сол бала дүниеге келерде мен өзім бір түс көрдім да, қолыма бір қылыш, бір ата түсіме кіріп, қолыма қылыш әкеп берді. Сол бала туған күні, жаңағы дүниеге келгенде таңертең сіңіліме түс көріпті. Түсінде Бауыржанды көріпті, үйде отыр дейді. Жасарып кеткен, жақсы киінген дейді, бойы бәрі ұзарып кеткен. Соны сұрап жатырмын дейді мен. Ойбай, Бауыржан, сен тірі екенсің ғой десе, тірімін, бірақ ешкім білмейді. Енді Құдай қаласа елдердің бәрі білетін болады менің тірі екенімді деп сөйдепті. Сөйтіп маған звондайды, мен бүгін Бауыржанды көрдім түсімде деп. Содан мен 1-2 сағат өтті ме, түстен кейін жаңағы баламыз туды. Сағат 2:30-да күндізгі. Енді көрдіңіз бе, мына Аян келген сол ғой. Соның Аянның келді, Аян бергені деп ойладық та, атын Бауыржан қойдық. Мәзира жеңгей ұзақ жылдар бойы әкімшілік жүйесінде түрлі жауапты қызметтерде болды. Сөйте жүре, отбасындағы күнделікті бітпейтін күйбең шаруаларды көбінесе өз мойнына алып, бапкер жұбайының сүйіктісімен алаңсыз айналысуына қолдау жасап отырды. Әкеміз өте ерте қайтыс болып кетті да, шешеміз 6 баламен қалғаннан кейін мен ерте есейіп, сол анама көмектесіп, көбінесе сол қамқорлығы жасап, кішкене пысық болып өстім да. Сондықтан үй шаруасына, өзім үйдің несіне барлығын өз қолымда болды. Өзім сондықтан ол жағын ашқандай қиналған жоқпын. Өзімді қызмет істеп жүрдім. Барлығына енді уақыт таптық. Ол уақытта енді жұмыс қызметке де уақыт болды, үй жұмысына, үй шаруасына да уақыт болды, келген кеткен қонаққа да уақыт таптық. Бауыржанның енді баптап, жағдайын жасауға да уақытым болды. Жалпы бапкер Бауыржан атына затсай өте бауырмашыл еді. Жақын туыстары, құда-құдағи жекжат жұраттарымен жақсы қарым-қатынаста болды. Қажет кезде қолынан келген көмегін аяған емес. Бізді қатты сыйлаған, әрқашанда менен сұраған тренировкаларын қалай, қандай жетістіктерін қалай. Бізді де арнадан көріп, қуанып, қанат, мен бүгін сені телеарнадан көріп, балаларымнан әлемнен келді, Азиядан келді деп, соны қатты қуанатын. Өзім ұлдарым бар, Ерлан, Нұрлан, әлем чемпиондары, соларды қатты жақсы көрген. Жомарт кісі болған, үстінде соңғы киімді беретін адам ғой. Қаншама келесің, әңгімелесіп отырасың ғой, маған қарап отырып, осы сенің размерің қандай деп сұрайды. Ешнәрсе ойымда жоқ, айтасың, мысалы 54. Тұташ менде болмай, Италиядан қалған киімдерім бар сияқты, спортивный. Солар таңдайды, маған сыймайды ғой, Ерланға бере саласың деп бере салады. Он ради друга мог отдать все, что угодно. Он всегда жил для людей и всегда для людей старался что-то сделать. Будь это друзья и просто знакомые. Он всегда старался с любым человеком. Он, во-первых, был очень коммуникабельный человек. И он на любом уровне с любым человеком мог найти контакт. Той-томалақ, ас жиындарда ағайынның, дос-жарандарының қасынан табылуға асығатын. Туған күн, оны келіп алып беріп, үйге де келеді. Монша бар. О, қандай күшті монша деп, самолет сияқты деп, мақтанып кететін.
қайынбекесін жаңағы сыйлайтын. Есіңдерде тоға футбол. Прямо мен сұрайды да, қалай бала-шағамен сен ба, үй жағы бәрі қалай ағырады, мал жанын деп сұрайды, болды. Одан кейін футболмен бір футбол етіп болады. Мен бір баламның немеремнің тұсауын кесті үйдегі. Қазір биыл 6-ға толады. Жаңағының тұсауын кескіздік. Жаңағы бала бір өмір, бір құлап, бір жерін жаралаған емес. Ана бірден асқанда, енді даже видиктері бар үйде. Есік алдына шығады да доп ойнайды. Кәдімгідей доп теуіп доп ойнайды. Сосын біз күлеміз футболист. Сонан тынымсыз отырмайды, жүгіріп жүреді. Мен айтамын, мына Бауыржанға ұқсап кеткен. Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы Бауыржан Сарсекенов кәсіби біліктілігін көтеру мақсатында әр жылдары Мәскеудің Спартагында, Украинаның бас командасы Киевтің Динамосында, Германияның Штутгарт пен Карлсруэ клубтарында арнайы сынамалардан өтті. Сонымен қатар УЕФАның А және Б санатындағы лицензияларын алды. УЕФА мен Азия футбол одағының, тіпті ФИФАның халықаралық дәрежедегі арнайы аттестаттарына қол жеткізді. Тізе берсек, жаңашылдықты, өрлеуді жаны сүйетін, бар саналы ғұмырын футболға сарп еткен ұлағат ұстаздың атақ дәрежелері жетіп жатыр. Атам қазақта өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол деген қанатты нақыл сөз бар. Алайда отандық футболды қалтасының қамышын төңіректеп жүрген кейіп сықайларға кәсіби білігі жоғары, шындықты бетке айтатын мамандардың қажеті шамалы сыңайлы. Сондықтан болар, Бауыржан Сарсекенов сынды өз ісіне шын берілген нағыз бапкерлердің біздің елде ұлтан болуға да жарамай жатқаны. Әрине, мына жарық жалғанда мәңгі ештеңе жоқ. Бәрі өтпелі дүние. Уақыты келгенде шыңдары көктіреген асқар таулар да шөгеді. Асау толқынды тұңғиық теңіздерде суалады. Алайда тек адам баласы ғана тірлігінде жасаған игі істері, ізгі амалдар үшін ұлы жаратушының рақымына ие болып, рухы мәңгі жасайды. Жаныңыз жәннатта болсын, Бауыржан бапкер. Тек жақсылық ұзап, денсаулықты, ниетін оқыған, Құранын тілеген, дұға тілеген бір Аллахқа. Таких неравнодушных людей, если у нас будет больше, как Бауыржан, как Баке, тогда наш футбол сдвинется. Очень много его воспитанников играет. Поэтому таких людей у нас не хватает. Вот он ушел, понятно, что это большая потеря для всех, для нас. Но вот я сейчас вижу, что такого уровня людей у нас не хватает. Спасибо родным и близким. Большая память. Жігіттер көмектесіп, Қытайларды да көмектестім, Жапонияны сүйегін әкеліп, жерлеп осы Кенжайға. Қазір сонда марқұм иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын. Хочу поблагодарить супругу, детей, что действительно он был с нами, поблагодарить вообще все, что он сделал для нас. С ним было легко и работать, и жить. И я думаю, что это очень большая потеря для нашего казахстанского футбола. Ну, я хочу пожелать родным его любимым внучкам, чтобы росли, помнили, у них хорошая аташка была, все это светлая память. Бауыржан Жұлдыз ешкім ешқашан ұмытпайды, бәріміздің жүрегімізде ол кісі. Сондықтан жанұясына тек қана жанұяларына береке, бақыт тілеймін, денсаулық үйлерінде, ешқашан қайғы болмасын, қуаныш көп болсын үйлерінде. Біз енді футбол жанкүйерлері ретінде бәріміз ол кісіні естен шығармаймыз, бәріміздің есімізде. Мен Қажымұқан балам анада Англияда гол салған кезде әр салған голым сол Бауыржан Жұлдыз шығарған екен.